Қоян жүректі батыр. Сценарийін жазған Сахариева, қоюшы режиссерлары Абылқасымов, Жүнісов, қоюшы суретшілері Қайсанов, Жапаров, аниматорлары Шаймергенов, Хасенов, Абылқасымов, Казиев, Жарылғапов, Жүнісов, Қуатбеков. Суретшілері Көмекбаева, Трошева. Композитор Сарыбаев, оператор Бадаев, дыбыс операторы Омарова. Директор Бисембаева. Ал, кімді маған әкелдіңдер тағы да? Бұл жігітті біз базарда көрдік. Онда ол үлкен бауларды тасып жүр екен. Ондай бауларды түйеде көтере алмайды. Ал ендіше, осындай батырлар маған керек. Ерекше тапсырманы орындауға. Тапсырманы ма? Иә, менің көп жауларым бар. Мысалға, осы жақында менің орманымда дәу қасқыр пайда болды. Шындап айтса, жалмауыз. Саған онымен шайқасу керек. Мен? Бір өзім бе? Менің жауынгерлерім сені шайқас алаңында қолдайды. Егер ол мені жеп қойса? Онда оның жолы болғаны. Ал егер сен жеңсең, онда сені біздің сарайдағы ең сұлулардың біріне үйлендіреміз. Бұл мені өте қызықтырады, бірақ... Тағы да де? Саған шайқасқа ат керек. Жоқ, мен ешқашанда атқа мінгенім жоқ. Мен одан да жаяу барайын. Жалмауыздың мекені. Хош келдіңіздер. Осы жерде оны күт. Біз сені айқаймен қолдап тұрамыз. Сендер қайда кеттіңдер? Тоқтаңдар. Біз бұлай келіспеп едік қой. Олай болса мен шайқаспаймын. Қараңдар, біздің батыр жалмауызы шынымен ақ ұстады. Көмектесейік оған. Айтсам, сені жеп қояды деп ойладым. Ал енді олай болса, саған тағы да бір тапсырма берейін. Менің рұқсатымсыз
тауларымның арасында айдаһар пайда болды. Оны енді қалай айтсам екен? Ол осы маңайда. Ал енді сен өзің баста, біз сені қолдаймыз, қорықпа. Қараңдар, анау оны өлтірді. Саған соңғы тапсырма беремін. Маған біреулер жеткізді. Менің даламның шекарасын көрші хан бұзбақ екен. Үлкен шайқас болайын деп тұр. Бәрібір енді саған атқа міну керек. Мен білем атқа отыра алмайтыныңды. Енді не істейміз? Жолда үйренерсің. Ей, қайсына міндің? Бұл менің кәрі жауынгер атым. Ол құрметті демалыста. Мәні сенің атың. Ренжідің бе? Мен дұрыс айтпадым ба? Ойбай! Бұлар бізді құртады. Бізде жауынгерлер аз. Тоқтаңдар. Қалдырмаңдар мені. Осы ма? Жалғыз салтатты бір кәрі көтеремде. Бұл ханның атақты аты ғой. Ол бірде-бір шайқастан жеңілмеді. Ал мен ол баяғыда тұрайып қалған шығар деп ойлап едім. Оның әлі күші бар сияқты. Масқара, шегінейік. Біздің батыр жеңді. Ой, ал енді уақыт келді. Уәдемді орындауға. Мәне, өзіңе қалыңдық таңда. Ей, сен менің қызымсың ғой. Қой оны. Әке, ол мені таңдады. Мен түсінемін.
Жастық шағыңды еске алып, бір сілкініп алдың ба? Бірақ тұяғыңды сақта. Әлбетте, сені мінген батырда арман жоқ. Бірақ онда